Діннің үш тұғыры бар. Сенім жүйесі, іс-әрекеттер және құлық мінез. Сенім ақида, іс-әрекет фикх және құлық мінез бұл мораль. Енді қазіргі таңда осы үш тұғырдан біздің қоғамымызда діндар қауымның ішінде, мен ислам сегментін айтып отырмын. Мына сенім мәселесі мен іс-әрекет мәселесіне өте көп назар аударылды. Сенімің мынандай болу керек, іс-әрекетің мынандай болу керек дегендей өте көп насихатталды. Мына үшінші тұғыр әдеп, құлық мінез, көркем мінез дейміз оны, ихсан дейміз оны. Көрдіңіз бе? Тәрбие дейміз оны. Бұл кішкене кем қалып қалды. Бірақ діннің барлығы әдеп. Сол үшін діннің формуласын күшейтуіміз үшін мына әдеп, құлық мінез, мәдениетті болу, дөрекі болмау, өшпенділік тілін насихаттамау секілді нәрселерді біз көбірек насихаттауымыз керек деп ойлаймын. Мына Құранда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған бір аят бар: "Ва иннака ла'ала хулуқин азим". Сен ұлы көркем мінез иесісің дейді. Көрдіңіз бе? Нравственность, мораль, әдеп, мәдениет өте жоғары болған. Пайғамбар да өзінің хадисінде иннама бу'ифту ли утаммима макаримал ахлақ, мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім дейді. Мен тек қана көркем мінезді кемелдікке жеткізу үшін жіберілдім дейді.